Баршаңызға жалында сәлем достар, сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 1972 жылға «Человек с глубокой реки» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Все пересохло, просто ад кромешный. Брэдли Лондонда фотограф болып жұмыс істейді. Жас жігіт Таиландқа қызықты репортаж түсіруге келген болатын. Кешке қарай қаладағы жекпе-жекті тамашалаған Брэдли кафеде 100 грамм ұрттауды шешті, бірақ та жігіт байқаусызда сол жерде біреумен қырылып, нәтижесінде қылмыс жасап қояды. Жігіттің еліне қайтуға мүмкіндігі жоқ. Өйткені дәл қазір аққұба жігітті бүкіл полицейлер іздеуде. Сондықтан ол біраз уақыт джунглиде жасырынбақшы. Қайықпен жүргізушіні жалдаған Брэдли жүргізушіге біраз ақша беруде. Егерде полицейлер байқап қойса, серіктесі оны қорғауы керек. Осылай қайықтағы бірінші күн еш алаңсыз өтті. Жігіт өзенге сүңгіп джунглиді суретке түсіріп отыр, ал жүргізуші болса флейтада ойнауда. Келесі күні таңертең Брэдли көзін ашса, жүргізуші қайықта жоқ екен. Жан-жағына қараған жігіт бір кезде судан оның қалпағын байқайды. Қайықтан түсіп, сол бағытта жүзген жігіт оның денесіне тап болады. Сол кезде оған торды лақтырып, адамдар оны қоршауға алды. Сөйтсе олар әлеуметтік шектеліп қалған жабайы тайпалар болып шықты. Олар жігітке зұлымдық ретінде қарап, оны үстіндегі костюмға қарай балық адамға теңейді. Енді Брэдлиді тайпа биік ағашқа байлауда. Ауылдың бүкіл тұрғындары келіп кезек-кезек жігітті тамашалап жүр. Бір кезде олар қарсы тайпаның екі жігітін өлтіргенде Брэдли қорыққаннан, енді мені де солай өлтіреме деп паника ұстай бастады. Бірақ та жігіттің жолы болғыш екен. Оны тайпа көсемнің қызы Марая құтқарған болатын. Жас қыз аққұба жігітті өзіне құл ретінде алмақшы. Күндіз жігіт тайпаның қарамағында жұмыс істейді. Ал түнде ол қашып кетпес үшін ағашқа байлаулы кейіпте ұйықтайды. Бір күні Брэдлиге келген Мараяның күтушісі оған ағылшын тілінде сөйлеуде. Сөйтсе ол жігітке қашуға көмектеспекші екен. Тайпада бүгін мереке күні. Жалаңаш қыздар өзенде шомылуда, ал көсем мен басқа да еркектер ошақ басында көңіл көтеріп отыр. Тайпа мереке болған соң Брэдлиді босатып ауылды аралауға мүмкіндік беруде. Бір кезде жігіт төбеден тікұшақты көргенде олардан айқайлап көмек сұраған болатын. Сол сәтте тайпа оны жерге құлатып өлтірмекші болады, бірақ та бұл жолы да оны Марая құтқарды. Жас қыз аққұба жігіттің тағдырын тек өзі немесе әкесі шеше алатынын тағы да естеріне салады. Арада бір ай өтті, ал кәрі әйелдің қашуға көмектесетін түрі жоқ. Керісінше ол жігіттен барынша аулақ жүр. Брэдли қобалжыса да ауылда басқа да тайпалар сияқты өмір сүру керек екенін түсінеді. Бір күні жұмыс кезінде орнатылған тас біреудің үстіне құлап, жігіт сол жерде қаза тапты. Енді оның денесін өртеу үшін бәрі жиналуда. Ал жесір қалған әйеліне тайпаның қалған жігіттері өздерін ұсынады. Брэдли тайпаның дәстүрін тамашалап тұрғанда, оған кәрі әйел келіп қашуды ұсынған болатын. Жігіт болса өзімен үшкір таяқты алып, көрінген жаққа қарай қашуда. Бұны байқаған тайпа оның ізіне түсті, бірақ та бұл тайпаның жері болған соң олар бәрін жатқа біледі екен. Сондықтан көп замай жігітті қолға түсіргенде Брэдли олармен шайқасуды шешті. Араларынан ең мықтысы шығып Брэдлимен шайқасқанда, жігіт оны оңайлықпен жеңеді. Бір кезде төбеден тікұшақты көрген жігіттің айқайлауға күші қалмаған екен. Осылай Брэдли сол жерде есіне таныды. Есін жиған жігіт тайпаның қарамағында жатыр. Оны кәрі әйел шөптік дәрімен оятуда. Тайпаның дәстүрі бойынша жігіт арнау салтын өту керек. Өйткені ол тайпадағы ең мықты батырды жеңген болатын. 3 күн бойы жігіт ауыр сынақтардан өтеді. Брэдли күннің ыстығы, құрғақшылық сияқты азаптар болса да барынша шыдауда. Осылай 4-ші күні жігіт тайпа көсемнің рұқсатымен тайпаның бір мүшесі атанады. Сол үшін көсем оған қылыш сыйламақшы. Қиындыққа қарамастан жігіт тайпаның дәстүрі мен әдетіне үйренседі. Қазір ол алғашында қорыққан заттардан қорықпайтындай болды. Арасында жігіт тайпаға өзі білетін нәрселерді де үйретуде. Ауылда бір бала қатты ауырып, шаманың дуалары көмектеспегенде, Брэдли көсемнің рұқсатымен оны операция арқылы құтқарған еді. Онымен қоса жігіт Мараяның қолын алу конкурсына да қатысып жүр. Жас қыз кішкентай үйшіктің ішіне кіріп жалаңаш отырады. Ал жігіттер кезек-кезек қуысқа қолдарын салып өнерлерін көрсетуі керек. Қайсының қолы Мараяға ұнайды, қыз сол мезетте үйшіктен шығады екен. Әрине Брэдлидің әдістері жақсырақ болып шықты. Осылай көсем оған рұқсатын бергенде Марая жігітті өзімен джунглиға ертіп кетеді. Осыдан кейін жігіт Лондонды ұмытып тайпада қалуды шешкен болатын.
Ерлі зайыптылар уақытты барынша көңілді өткізуде, ал үйреніп кеткен Брэдли басқада адамдар істейтін жұмыстарды істеп жүр. Көп замай көсем жігітті өзіне шақырып, Мараяның жүкті екенін жеткізеді. Ал жігіт болса қатты қуануда. Тайпада аққұба жігітті әлі күнге дейін қабылдай алмай жүрген Шаман ғана. Шаман оны әлгі баланы құтқарғаны үшін көре алмай жүр екен. Арада жарты жыл өтті. Брэдли болса Лондон туралы ұмытып та кеткен. Бір күні осы ауылдың жас жұбайлары орманда отырғанда, оларға қарсы тайпа шабуылдайды. Жігіттер қызға әлімжеттік көрсетуде, ал жас бала оны құтқарайын десе, күші жетпейтін болып шықты. Осылай орманнан қашқан баланы Брэдли кезіктіріп, оқиға орнына қарай аттанады. Қарсы тайпа тамақтануға кіріскенде, Брэдли басқа да серіктестерімен оларды қырып шыққан болатын. Көп замай Мараяның көзі нашарлай түсті, ал жігіт болса көсемнің қызды қалалық емханаға апаруға жол бермейтінін түсініп тұр. Мараяның жағдайы қатты нашарлағанда, Брэдли әйел мен баласын құтқару үшін олармен бірге қашуды шешті. Ал Мараяның күтушісі оларға қайық тауып берген еді. Жас жұбайлар өзен бойымен кеткенде, күзетшілер кәрі әйелді ұстап, жаза ретінде оны бір қолынан айырмақшы. Екеуі өзен бойымен кетіп бара жатқанда, жолда бір топ пілдер қоршап тұр екен. Амалсыз олар жағаға шыққанда, Шаман күзетшілермен оны қоршауға алған еді. Марая жүкті болған соң көсем оларды жазалаудан бас тартты. Бір күні жас қыздың толғағы басталғанда, Брэдли үмітін үзген болатын, өйткені қызға емханалық көмек керек. Жігіт Мараяны өзеннің жағасына әкеліп, оған айналада не болып жатқанын айтады. Өйткені денесіндегі инфекцияның кесірінен қыз соқыр болып қалған. Біраз уақыттан кейін жас қыз төсектен тұра алмай қалды. Енді бәрі сәбидің дүниеге аман-есен келгенін күтуде. Ақыры шыдамы таусылған жігіт үйден Шаманмен түтіндетіп отырған әйелдерді қуып шығып, әйеліне өзі қарауды шешті. Бірақ та көп замай қарсы тайпа ауылға шабуылдап, оны толықтай өртеп жіберген еді. Қуанышқа орай жігіт Мараяны аман алып шығып, өзеннің жағасына келгенде қыздың толғағы басталады. Қанша ауыр болса да, Марая дүниеге баланы әкелген болатын. Брэдли әйеліне емделіп кететінін айтып, барынша жұбатуда. Бір кезде қастарына қара көбелек қонғанда, Марая дүниеден өткен еді. Енді жігітке бұл тайпада қалудың еш мәні жоқ, сондықтан тағы да қашуды шешті. Бірақ та төбеден тікұшақ пайда болғанда, басқа да тайпалар секілді жасырынған болатын. Осылай Брэдли орнына қайтып, тайпамен бірге ауылды қайта тұрғызуды бастады. Осымен біздің «Человек с глубокой реки» атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.